Швейцарияның Бель қаласында үлкен шахмат фестивалі өтіп жатыр. Біздің отандастарымыздың шығармашылығымен танысайық. Сонымен осы жарыстың жеңімпазы Мадаминов Мухиддинге қарсы біздің отандасымыз Бибісара Асаубаева ойнады және жеңіп алды. Кеттік көрейік. C4, C5 ағылшын бастамасы АТФ3, AC6, AC3, G6, I3, піл G7, D4. Әрине негізгі орталыққа сарбазды орналастыру керек. D6, піл I2, G7, піл G4. Әрине мына F3-тегі аттың көзін жойғысы келеді және D4-тегі сарбазды жеп қойғысы келіп тұр. Піл I3, АТФ6, рокировка, H3 және өте жауапты шешімдердің бірі пілді атқа айырбастау. Мен үнемі бұл туралы айтам. Піл F3, тура C8, жартылай ашық жолға орналастырды. Тура C1, тарғыш ережесі артынан орналастыру ауыр фигураларды. A6, вәзір I2, ауыр фигураны жартылай ашық жолға орналастыру. Вәзір D7, тура D1, тағы да бір рет тарғышты есімізге түсіреміз. I5, жалпы мен үшін түсініксіз шешімдердің бірі, рейтингісі масқара Мадаминов Мухиддиннің, бірақ неге бұлай жүреді деген сұрақ туындайды. DE, ат негізгі орталыққа барды және мынау орталықтағы оқшауланған жалғыз сарбаз. Және осының қаншалықты осал екенін Бибісара Асаубаева әдемі көрсетеді Мадаминов Мухиддинға. C5, G7 және D5. Бұл енді өтетін сарбаз, 1, 2 және 3. Бірақ бұған қызықпаймыз, өйткені ең соңғы вариантта қарсыласына B2-дегі сарбаз жек кетеді. Піл D4, 1 және соққыларды есептейміз, 2, вәзір I6, G7 және вәзір D5. Тап-таза артық сарбаз пайда болды, үлкен басымдық, әрине мына сарбаздың қаншалықты қауіпті екенін және болашақта D6-дағы, B6-дағы торларды бақылауға алады. Вәзір I7, ат негізгі орталыққа барды, G7, тура B1, тура D8 және ат D6. Бұл енді 8 аяқ ат, сіздер өте жақсы білесіздер, өте қауіпті аттардың бірі. Вәзір F6, тура D2, на пілдің хал жағдайын білгісі келіп тұр, бұлай D3, B5, D1. Батарея, өте тамаша батарея, мынау енді өтетін сарбаз, бұны тоқтататын кім бар деген сұрақ туындайды. Піл I5, вәзір B7 қомағайлар қатарына кірді. Вәзір F4, мат қойғысы келіп тұр, тағы бір батарея. G3, вәзір A4, A3, H5, вәзір D5, G7. Өте тамаша өтетін сарбаз бар, және артында оның 3 ағасы бар деген сияқты. Осындай вәзір 2 тура. Тура D7, тура C1. Ашық жол қомағалар қатарына кіргісі келіп тұр. Вәзір A5, вәзір I5, бұлай тура C6. Атақты Филидор ережесін есімізге түсіреміз. 3 және 6 қатардың қаншалықты маңызды екен. I8, вәзір C3, бұлай C7 қомағалар қатарына кірдік, бұлай G7 және тура D1. Соңғы қатардың әлсіздігін барынша сақтау керек және басқа жоспарларды ойластыру керек. Бұлай вәзір I5, D7, әрине мұнан бұлай жейтін болсаңыздар, онда вәзір I8, шах және мұна сарбаз жек кетеді. B6, D6, тамаша ойын, өте белсенді. Вәзір A5, патша G2. Вәзірмен болатын эншпильдердегі ерекше көңіл аударатын нәрсе ол құтылмайтын шақ. Құтылмайтын шақты болдырмауға тырысу керек. F8, вәзір D5, тура D8, шах және мат. Осымен Мадаминов Мухиддин ұтылды. Бірақ мына ойыны маған өте қатты ұнады. Өтетін сарбазды қаншалықты жылжытқаны және оның артынан тарғыштың ережесіне сәйкес осы тураларды ауыр фигураларды орналастырғаны маған қатты ұнады.